Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз осындай лимонный пирог пісіреміз. Бұл пирог қыс мезгілінде өте пайдалы. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салмасын әзірлеуден бастаймыз. Ол үшін лимонның дәндерін тазалап, ет тартқыштан өткіземіз. Енді қантты өлшеп аламыз. Сосын оған жүгері крахмалын қосамыз. Қант пен жүгері крахмалын жақсылап араластырып, сосын барып лимонға қосамыз. Жүгері крахмалын қантпен араластырмай тіке салуға болмайды. Өйткені ол іртік-іртік болып қалады, езілмейді сосын. Енді массамызды отқа қоямыз, сосын үнемі араластырып тұрып 4-5 минут қайнатамыз. Қайнаған массамызды басқа ыдысқа құямыз, сосын суытамыз. Енді қамырымызды илеуге кірісеміз. Жұмыртқаны, қантты, сары майды қосып, жақсылап араластырамыз, қанты ерігенге дейін. Сосын қаймағымызды қосамыз, тағы да араластырамыз. Барлығы бір келкі масса болғаннан кейін үстінен ұнды саламыз. Сосын ас содамызға шамалы бір шай қасық уксус құйып, гаситетіп үстінен саламыз да қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі шамалы үлкендеу болу керек. Ол бөлік пирогтың астына кетеді. Сосын қамырды жақсылап бір басып аламыз да, төртбұрышты формада жаямыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырды орналастырамыз. Қамырдың үстіне салмамызды салып, бір келке етіп жағып шығамыз. Екінші күршемізді бір басып алып, төртбұрышты қылып жаямыз. Пирогымыздың үстін осылай екінші қамырмен жауып, шешетін жапсырып шығамыз. Пирогымыздың бетіне сары уызды жағып шығамыз. Пышақпен осылай тіліп өтеміз. Қалған қамырдан гүлдерді ойып, бәліштің бетін әрлейміз. Пирогымызды духовкада 180 градуста 40-45 минут пісіреміз.
Бәлішіміз пісті. Енді балды шамалы сумен араластырып, бетіне жағып шығамыз. Сонда бәлішіміздің беті өте жылтыр болады. Сосын жан-жағын өзіңіздің қарауыңыз бойынша жаңғақпен немесе басқа да заттармен әрлесеңіз болады. Мінекей достар, біздің лимонный пирогымыз дайын болды. Қазір ішін кесіп көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны басып қойыңыздар, келесі видео рецептерді жіберіп алмас үшін. Күндеріңіз сәтті өтсін.